Дубайға баратын кезде қонақ үйді қалай бронь жасаймыз, яғни жалдаймыз. Ол үшін мен өзім Booking қосымшасын қолданамын. Соны тартып аласыздар, регистрация жасайсыздар. Қаланы Дубай қаласын таңдаймыз. Одан кейін күнді таңдайтын кезде сіздер өздеріңіздің алған билеттеріңізге қарай таңдайсыз. Мен әшейін мысал есебінде 26 февральдан 1 март аралығындағы датаны белгілеймін қазір. Қонақ үйді негізінде 2 адам болып жалдаған пайдалы болып есептелінеді. Сондықтан егер де сіздер Дубайға баратын болып шешім қабылдап жатсаңыздар, 2 адам болып барғандарыңыз дұрыс. Қонақ үйді таңдайтын кезде мен өзім осы фильтрларды қолданамын, қазір сіздерге көрсетем. Завтрак включен, таңғы асты сол жерде ішетін. Дубай болғандықтан кондиционермен, бассейнмен, өзінің бөлек ваннасымен және Wi-Fi мен болу керек. Мен өзім осы фильтрлерді қоямын, показать результаты. Енді бұл жерде біздің таңдаған фильтрларымызға байланысты бағаларды көрсетіп тұр. Яғни таңғы ас мен 2 адамға 4 түнге неше болатын бағасын барлығы осы жерде жазылып тұр. Одан кейін бұл жерде сіздерде 203.914 деп мысалға көрсетіп тұр. Астында және де налоги и сборы деген сума бар. Сіздердің сонда жалпы төлейтін ақшаларыңыз осы 2 суманың қосындысы болады. Енді осы тізімнен сіздер өздеріңізге ұнаған районына қарай, бағасына қарай, рейтингіне қарай кез келген қонақ үйді бронь жасай аласыздар.